Бүгін сіздің назарыңызға жыл атауларына байланысты адамның мінезі жайлы ақпараттарды ұсынатын боламын. Қазақша контентті қолдап, каналға тіркеліп, лүпіл басуыңызды сұраймын. Тышқан жылы. Тышқан жылының табиғи белгісі су. Тышқан жылы береке мен ырыстың, татулық пен тыныштықтың жылы. Бұл жылы туылған адамдардың мінезі тік, алғыр, бастаған ісін аяғына дейін жеткізетін мол жауапкершілікке ие болады. Олар үсті басын таза ұстап, сақ жүреді. Думан тойлардан бойларын аулақ ұстауға тырысады. Мінездері тәкаппар, шыдамсыз, қырсықтау, сәл нәрсеге өкпелегіш келеді екен. Сиыр жылы. Сиыр жылының табиғи белгісі су. Сиыр жылы тарихта ауыртпалық пен қиындықтарға толы болған деседі. Бұл жылы өмірге келген адамдар тұрақты, сабырлы, көшбасшылық қабілетке ие, еңбекқор болып келеді. Олар ұстамды, кімге болса да көмегін аямайды. Сондай-ақ сиыр жылы туылған жандар талапшыл, қатал, қызба болып келеді екен. Барыс жылы. Барыс жылының табиғи белгісі су. Барыс жылы қиындығы мен қуанышы аралас жүретін жыл. Бұл жылы туылған адамдар өте мықты, қажырлы, шынайы, жомарт болып келеді. Олар кейде тынымсыз, өз басын ойлап қалған, өзімшілдеу. Бір істі қолға алса, бөгет болған адамдарды ұнатпайтын бір беткей мінезді болады екен. Қоян жылы. Қоян жылының табиғи белгісі ағаш. Қазақ халқының тарихында қоян жылы көбіне аштық, жұт, бейнет пен есте қалған деседі. Бұл жылы туылған адамдар өте мейірімді, кешірімді, адал болып келеді. Олар қашанда көңіл күйіне қарай әрекет етеді. Олар тым ерке, жалқаулау болып келеді екен. Ұлу жылы. Ұлу жылының табиғи белгісі ағаш. Ұлу жылы өте жайлы, жұмсақ жылы болып есептеледі. Бейбіт өмірді сүйетін, жайлы, тыныштықты жаны қалайтын, ақылды да зерек адамдар осы жылы туылады деседі. Олар тұйық мінезді, барынша қарапайым, құпияны сақтай біледі. Олар үлкен істерді жақсы атқарады, қай істе де өз ақылымен шешуге ұмтылады. Кемшіліктері олар тез ренжігіш, өкпелегіш болып келеді екен. Жылан жылы. Жылан жылының табиғи белгісі от. Қазақта жылан жылы жылыс болды дейтін мәтел де бар. Демек, жайлы жыл. Бұл жылы туылған адамдар терең ойшыл, дана, тұрақты, сенімді болады. Олар адамдардан тыс жүргенді жақсы көреді. Олардың басына пәле болып жабысатын нәрсе тіл. Шамына тисе, ұяңдығын қойып, шынайы мінез құлық көрсетеді. Жаныңды жаралағың келмесе, жыланнан алыс жүр дейді екен дана халқым. Жылқы жылы. Жылқы жылы халқымызда тыныш, бір қалыпты жыл болып саналады. Бұл жылы елде ауа райы қолайсыз, суық болады деген пайым бар. Жылқы жылы туылған адамдар ешқашан жұмыстан жалықпайды. Күні түні тынымсыз еңбек етіп, күн көріс қамын көп ойлайды. Олар бәрін қолдың күшімен жеңуге тырысады. Мінездері тік, адал, нағыз дос бола біледі. Сонымен қатар олар мазасыз, күйбелең болады екен. Қой жылы. Қой жылының табиғи белгісі от. Қой жылында той көп болады деседі көреген халқымыз. Бұл жыл молшылығымен ерекшеленеді. Қой жылы туылған адамдар әділ, ұялшақ, мінездері өте жұмсақ. Олар өте сезімтал, ерік жігерлері әлсіз, қисайған бетінен қайтпайды, шешімді өте баяу қабылдайды екен. Мешін жылы. Мешін жылының табиғи белгісі металл. Мешін жылы халқымыздың пайымдауынша жайсыз жыл болып есептеледі. Мешін жылғылар икемді, бәсекеге қабілетті, өте зерек, әрі талғампаз келеді. Олар өз-өзіне ғашық жандар. Сәнқой, той-томалақ, көпшілік ортаны жақсы көреді. Сонымен қатар олар тым тәкаппар, өз қамын ойлап қалған күмәншіл болып келеді екен. Тауық жылы. Тауық жылының табиғи белгісі металл. Бұл жылда ауыр жылдардың қатарына жатады. Тарихта бұл жылы көптеген келеңсіздіктер болған. Осы жылы туылған адамдар өте жинақы, жүйрік, мұқият, жауапкершіліктері жоғары. Олар өз ақылдарына ғана сенеді. Өте қызғаншақ, мінездері аумалы төкпелі болып келеді екен. Ит жылы.
Ит жылының табиғи белгісі металл. Ит жылы тарихта ауыртпалықты артқа тастайтын болған. Бұл өте жеңіл әрі сәтті жылдардың қатарына кіреді. Осы жылы туылған адамдар қарапайым, сезімтал, салмақты болады. Олар достыққа, отбасына адал, мінездерінде бір беткейлік кездеседі екен. Доңыз жылы. Доңыз жылының табиғи белгісі су. Бұл жылда тарихта өзінің жайлылығымен есте қалған. Доңыз жылы туылғандар табиғат аясында еңбек еткенді жақсы көреді. Көп нәрсеге бастарын қатырмайды. Олар өте адал, шынайы, салмақты әрі ақылды болып келеді. Алайда олар біреуге тәуелді, аңғал, сезімтал. Олардың отбасы үлкен, бала шағасы көп болады екен. Назарыңызға рахмет.